Мен Ушатаба брендіне барып қайттым. Бірден осы көйлекке көзім түсті. Бұл гүл-көйлек көп күттірді. Ресми сайтында шыққанмен елге келмей әуре қылды. Джинса сыртынан киген несі демеңіз. Сіз бұл көйлектің астынан астарлы көйлек кисеңіз, кәдімгі келін көйлек болып шыға келеді. Ал ерекшеленгіңіз келгенде астынан леггинс, осылай джинса шалбар, көйлек сыртынан жемпір, кардиган бәрін қондыра бересіз. Трансформер өзі сондай. Ал мына спорттық сәннің сәні, асимметриялық юбкасы, жинақы кофтасы бәрі өзінше әдемі. Кроссовкимен киюге болады енді. Мен спорттың бәрін классикалық аяқ киіммен киетін әдетім бар. Оны білесіз. Ал мына сарафанды сіздер үшін әдейі түсірдім. Неге? Бұған қазір өте жақсы жеңілдік болып тұр. Қыркүйек келмейді демеді ешкім. Қазірден қамданыңыз, немесе бұны әшейін лонгслив футболкамен киіп, аяғыңызға жайтабан кисеңіз, қазір де киіп кете беруге болады. Гардероб сапасын көтеруге әдемі мүмкіндік емес пе? Ал мына футболканы алып кеттім. Күрделі крой ұнады. Ішкі ілгегін осылай алдынан немесе артынан іліп қойсаңыз болады. Ал астынан юбка, шорты, шалбар бәрін кие бересіз. Менің барлық футболкаларым осы брендті. Мәселен, былтыр алған футболкамды кемі 50-60 рет кидім деп сеніммен айта аламын. Өйткені мойны созылып, фактурасы болбырап кетпейді, бір жақсы. Тексерілген, сынақтан өткен. Ал сәнді спорт костюм іздесеңіз, оны да бұл брендтен табасыз. Меніңше, минималист гардеробы осындай сапалы киімдерден тұру керек. Сіз қалай ойлайсыз? Ал сізге қай образ ұнады?